Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны Еуропа мен Азияны қосқан Қазақстанның солтүстік батысындағы Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласынан 150 шақырымға жоқ жерде орналасқан. Қарашығанақ кеніші көмірсутек қоры бойынша әлемдегі ең ірі кен орындарының бірінен саналады. Және мұнда 1,2 миллиардтан астам көмірсутек және 1,135 триллионнан астам текше метр газ қоры бар. Қазақстанда өндірілетін газдың 48% және сұйық көмірсутектердің 15%-ға жоқ мөлшерін жеткізетін Қарашығанақтың өңір және ел экономикасы үшін маңызы зор. Бұл кенішті игеру мен пайдалану жұмыстарын құрамында Royal Dutch Shell, Eni, Chevron, Lukoil, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы кіретін Қарашығанақ Petroleum Operating BV халықаралық консорциумы атқарып келеді. KPO is implementing one of the largest projects. КПО компаниясы Қазақстан Республикасындағы ең ірі инвестициялық жобалардың бірін жүзеге асыруда. Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі және өкілетті органның қолдауымен компания өз жұмысында көмірсутек өндірісінде ең жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы технологияларды пайдаланып, Қазақстанның және консорциум акционерлерінің бюджетіне тұрақты түсетін қаржылай табыстың көзі болып табылады. Сондай-ақ ел экономикасының орнықты дамуына өз септігін тигізеді. Бүгінге дейін геологиялық тұрғыдан ең күрделі кеніштердің бірі болып есептелетін Қарашығанақты игеруге КПО бойынша серіктес компаниялардың ақша салымдары 22 миллиард ақш долларына жоқ көрсеткішті құрады. КПО компаниясы және Қарашығанақ бойынша серіктес компаниялар Қазақстан 2050 стратегиясы индустриялық инновациялық дамытудың бағдарламасы іспеттес Қазақстандағы жергілікті қамту және индустрияларды дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды және бастамаларды толықтай қолдайды. Сонымен қатар КПО компаниясы PSA жауапкершілік шектеулі серіктестігі өкілетті органы және Қазэнерджи қауымдастығы қол қойған Ақтау декларациясы отандық өндірісті дамыту бойынша өзара түсіністік туралы меморандумды жүзеге асыру арқылы жергілікті қамтуды дамытуда белсенді қызмет етеді. Облыстық әкімдіктермен тығыз байланыс орнатып, басқа да бірқатар шараларды атқарады. Өңіріміздің индустриалдық секторын дамыту, өндірісті дамыту ең негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Себебі мемлекет басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қабылдаған индустриалды инновациялық даму бағдарламасы осының дәлелі. Соның ішіндегі ең маңызды жобалардың бірі біздің өңірімізде орналасқан ол Қарашығанақ жобасы. Жоғары дәрежеде жаңа қызмет көрсету, өнім шығару, жаңа технологиялар тарту секілді көптеген маңызды жұмыстарды атқарып жатыр. Сондықтан біздің жергілікті осы зауыттарға немесе өндіріс көздеріне бұл үлкен қолдау. Себебі осы қарым-қатынаста олар өзінің кәсіби біліктілігін артылады. Мамандарының жаңа технологиялар тартылады. Сонымен қатар әлемдік стандартқа сәйкес қызмет көрсетуде жақсы мүмкіндіктер алады. Бұл жақсы қолдау деп санаймыз. Ол бірге жұмыс атқару, өңірді дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және экономикамызды әртараптандыруға үлкен қолайлы жағдай жасайды. КПО жергілікті әлеуетті дамытудағы міндеттемелерін өз жұмысының айнымас бөлігі деп біледі. Компания жергілікті тауар мен қызмет жеткізушілердің кәсіби дамуы үшін жағдай жасап, қазақстандық өндірісті қолдауға бағытталған бірқатар жобаларды жүзеге асырады. Бұл жобалар шетелдік және жергілікті тауар өндірушілер арасындағы интеграцияны және Қазақстан экономикасының индустриалды секторына алдыңғы қатарлы технологияларды жеткізуді қамтамасыз ету арқылы өзара ынтымақтастықты көздейді. КПО компаниясы Қазақстандағы жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасын іске асырған ең бірінші компаниялардың бірі болып табылады. Қазіргі таңда 2016 және 2017 жылға арналған бағдарлама бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Осы біздің бағдарламалардың барлығы Қазақстанда бар мемлекеттік және салалық бағдарламаға сәйкес дамытылған болып, мысалға индустриалды инновациялық мемлекеттік бағдарламасы. Жалпы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша қазақстандық қамту біздің жобада 49%-ға жетіп отыр. Ол шамамен 280 миллион ақш долларын құрайды. Жалпы өнімді бөлу келісім шарты жұмыс жасағаннан бері жергілікті компанияларға біз 5,7 миллиард ақш долларындай қаражат төледік. Қарашығанақ секілді ірі мұнай-газ жобаларын жүзеге асыру жергілікті компаниялардың әлемдік бизнес сектордың алдыңғы қатарлы тәжірибелерін және технологияларын қолдану арқылы бәсекелестікке қол жеткізе алатын орта туғызу арқасында отандық экономиканы дамытуға ықпал етуде. Мұндай әдісті мұнай-газ өндірісінен тыс салаларда да қолдануға болады.
КПО консорциумы Қарашығанақ жобасының сондай-ақ Қазақстандағы мұнай-газ жобаларының қажеттіліктері үшін өндіріс және қызмет көрсету кластерлерін дамытуға бағытталған бірқатар өзара келісімдерге қол қойды. Соның ішінде Ақсай индустриалды паркі мен Tenaris Global Services Қазақстан және General Electric Oil and Gas, Nova Pignone компанияларымен өзара байланыс ойдағыдай дамып келеді. Мысалы, күрделі технологиялық нысандарды жобалау мақсатында КПО ірі халықаралық инжиниринг компанияларының Техномары және қазақстандық Caspian Engineering компаниясы Orly Parsons және қазақстандық Казгипронефтетранс арасында серіктестіктердің құрылуына жағдай жасады. Бұл бірлескен кәсіпорындар Қарашығанақ кенішінің газы бойынша шектеулерді алудың ағымдағы маңызды жобалар үшін негізгі жобалау жұмыстарымен айналысатын болады. Бұл шаралар қазақстандық серіктестермен халықаралық озық тәжірибелермен бөлісу мүмкіндігін туғызады. Осындай ынтымақтастық туралы келісімдер жергілікті жеткізушілердің әлеуетін нығайтуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірдің өндіріс секторын дамытуға дем беретіні сөзсіз. КПО шетелдік және жергілікті сервистік және құрал жабдықтарды өндіруші компаниялар арасында серіктестік қатынастардың дамуына бар күш-жігерін салады. Сондай-ақ КПО Қазақстан Республикасында өндірістік және сервистік кластерлерді дамытуға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қойды. КПО аталған келісімдер шеңберінде компанияның ағымдағы және алдағы жұмыс көлемімен қазақстандық компаниялар таныстыруға, сонымен қатар тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді жергіліктендіру мақсатында бірлескен кәсіпорындарды құруға жәрдемдесуге бағытталған әртүрлі жұмыс кездесулерін және форумдарды өткізуде. Мәселен, осы жұмыстардың нәтижесінде электр күш беруші жабдықтарды өндіру бойынша әлемдік көшбасшысы ABB және Орал Электрик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниялар арасындағы техникалық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Қазақстан мен түрік инвесторлары бірлескен инвестициялық жоба ABB компаниясының озық технологиялар бойынша электрлестіру және реттеу құрал жабдықтарды өндіру жұмыстарын реттеуге бағытталған. Батыс Қазақстан облысында инвестициялардың жалпы көлемі 1,5 миллиард теңгені құрайды және Орал қаласында 150 жұмыс орындарын құруды көздейді. Биыл КПО басқа ірі халықаралық мұнай-газ компанияларымен, сонымен қатар жергілікті және шетелдік қызмет көрсету және инжиниринг кәсіпорындармен бірге жергілікті қамту үлесін арттыру бойынша бірқатар бастамаларды жүзеге асыру шараларына белсене қатысты. КПО басшылығы Қазақстанның аймақтары өкілдері мен компанияның тауарлары мен қызметтер қажеттіліктері, жергілікті жеткізушілерді деректер қорына қосу тәртібі және аймақаралық қауымдасу келешегі таныстырылған іскерлік кездесулерінде өткізді. Соңғы айлар ішінде КПО басшылары Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Атырау облыстарының өндірістік кәсіпорындарына сапар шегіп, жергілікті қамту мәселесіне бағытталған бірқатар келісімдерге қол қойды. В 2016 году КПО 2016 жылы КПО отандық өнеркәсібін дамыту туралы меморандум шеңберінде тендерлерді өткізіп, сынамалық тапсырыстарды орналастырды. Ерте тендерлердің басты мақсаты компанияларға Қазақстан Республикасында тауарлар мен материалдың өндірісін КПО стандарттарына сәйкес меңгеріп алу үшін уақыт пен мүмкіндік беру. Орал қаласында халықаралық стандарттарға сәйкес торлы қоршау өндірісін жергіліктендіру жұмыстары әлдеқашан бастау алды. 2016 жылдың басында КПО Қазақстанда өндірілген бұрғылау қашаулары мен бариттерге сынамалық тапсырыстарды орналастырды. Сонымен қатар Қазақстанда металл құрастырылымдар өндірісін халықаралық стандарттарға сәйкес жергіліктендіру үшін КПО және Атырау нефтема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және William Hare Limited британдық компанияларының серіктестігі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. 2016 жылдың маусым айында орын алған Солтүстік Қазақстан облысына сапар барысында өңірдің әкімі Ерік Сұлтановпен іскерлік кездесу өтті. КПО өкілдері облыстағы ірі кәсіпорындардың өндірістік нысандарын аралап, жеткізушілерді деректер қорына тіркеу тәртібі, саралау алды жұмыстар және компанияның тендерлік талаптары туралы ақпаратты ұсынды. 2016 жылдың ақпанында Ақтау декларациясына қатысушылардың КПО, ТШО, НКОК және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының бірлесуі арқылы Алаш жеткізушілер бірыңғай дерекқоры іске қосылды. Бұл дерекқор тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті жеткізушілер үшін бірыңғай көзі болады. КПО Ақтау декларациясында белгіленген 10 басым өнім тобына кіретін тауарларды жергіліктендіру аясында үлкен жұмыстарды атқаруда. Сондай-ақ КПО бірлескен кәсіпорында жергілікті компанияның қатысуы туралы міндетті талаптары ұңғымалық операцияларға байланысты қызмет көрсету қызметін сатып алу бойынша 6 тендерді өткізуде. Жақын арада КПО бұрғылау қондырғыларын ұсыну қызметін сатып алу бойынша тағы бір тендер өткізуді жоспарлап отыр. Аталған тендерді өткізу кезінде ұқсас шарттар қамтылады. Қазірдің өзінде құбырларды түсіру және газды карата жұмыстарды орындау туралы келісім шарттар Weatherford CR бірлескен кәсіпорны мен Weatherford және қазақстандық Caspian Energy Research компаниясына тапсырылды. 2016 жылдың мамыр айында КПО қазақстандық компаниялар өкілдері үшін Қарашығанақ
өңдеу кешені бойынша өндірістік шектеулерді алу жобасы тақырыбында таныстыру семинарын өткізді. Бұл шараның негізгі мақсаты отандық тауар өндірушілерін және қызмет көрсету жеткізушілерін қазақстандық және халықаралық компаниялар арасында бірлескен кәсіпорын құру арқылы аталмыш жобада қатысудан туындайтын барлық мүмкіндіктермен таныстыру. Семинар жұмысына 40-тан астам жергілікті өндірістік кәсіпорын, мемлекеттік өкілетті органдар және налог агенттігі, сондай-ақ Қазақстанның сервистік компаниялар одағы сияқты бағдарлы бірлестіктер өкілдері қатысты. Биылғы жылдың шілде айында Орал қаласындағы КПО-ның жаңа кеңсесінде Батыс Қазақстан облысы әкімдігі, Орал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және КПО-ның ұйымдастыруымен Батыс Қазақстан облысының Ақжайық Инвест бірінші инновациялық форумы өтті. Форумға Батыс Қазақстан облысы жетекшілігі, бірқатар ұлттық компаниялар мен бірлестіктер, Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы, мұнай сервистік компаниялар одағы, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамының өкілдері, сондай-ақ өңірдің кіші және орта бизнес кәсіпорындарының өкілдері де қатысты. КПО және оның Қарашығанақ бойынша серіктес компаниялары тұрақты даму бағдарламаларын жүзеге асыру және инновациялық технологиялар мен кәсіби дағдылармен бөлісу арқасында қол жетімді жергілікті әлеуетті нығайту бойынша міндеттемелерін берік ұстанып келеді. КПО компаниясының жергілікті қамту бағдарламасының мақсаттары Қазақстан Республикасының ұлттық индустрия мүмкіндіктерін дамыту және Қарашығанақ сияқты мұнай-газ жобаларында қазақстандық компаниялардың қатысуын арттыру бастамасымен сәйкес келеді. КПО Батыс Қазақстан облысының ғана емес, Қазақстан Республикасының басқа өңірлерінің де өндірістік қуаттылығын дамытуға бағытталған бірқатар жобаларын іске асыруда. Мысалы, Ақтау қаласында премиум жүктелімді бұрандалы қосындыларды қоятын және қуаттылығы жылына 45 миллион тоннаны құрайтын жаңа зауыт КПО бастамасымен салынып, 2016 жылы іске қосылды. 2014 жылдың шілдесінде КПО және Tenaris Global Services компаниясымен Ақтау қаласында құбырлық бұраманы қоятын жаңа зауытты салу шартымен қаптама құбырларды жеткізу бойынша келісімге қол қойды. Бүгінге дейін осындай зауыттың Қазақстан аймағында болмағанын атап өткен жөн. Екі мың 14 жылы компаниямыз КПО-мен ұзақ мерзімді келісімге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес Tenaris компаниясы мұнай өнеркәсібі сұрыптамасының премиум жүктелімді газ герметикалық қосындылары бар дайын өнімін шығаратын құбыр кесу зауытын салу міндеттемесін өзіне алған еді. Зауыт құрылысына жұмсалатын ақша салымдары 40 миллион ақш долларын құрады. Біздің зауыт Ақтау қаласының арнайы экономикалық орталығында орналасқан және сыртқы диаметрі 4-тен 14 дюймге дейінгі құбырларды кесетін мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда 35 қазақстандық қызметкер 6 айлық теориялық және сарамандық оқыту курстарын Румыния мен Сауд Арабиясы мемлекеттерінде өтіп шықты. 2016 жылдың 1 шілдесі күні индустрияландыру күніне орай Қазақстан Республикасы президентінің қатысуымен зауытымызды іске қостық. Қазіргі кезде қаптама құбырлардың алғашқы топтамасын КПО компаниясының тапсырысы бойынша кесіп жатырмыз. Бұл зауытты құру Tenaris компаниясының жергілікті қамтуды дамыту және Қазақстанда жаңа орындарды ашу мүддесіне қосқан үлесі. Бұл жобаны КПО-ның қолдауымен жүзеге асырғанымызға қуаныштымыз. 2015-2016 жылдар Қазбургаз акционерлік қоғамы үшін аса жемісті болды. Компаниямыз КПО-ның қолдауымен отандық мұнай қызметінің дамуына бағытталған бірқатар бастамаларды жүзеге асырды. Мысалы, серіктесіміз Weatherford компаниясымен бірге бұрғылау құбырларының қаптама мұнараларының автоматты өткелдері бойынша жұмыстарды ойдағыдай меңгерсек, ұңғыма операциялар бойынша қызмет көрсетудің дүниежүзілік көшбасшыларының бірі Schlumberger компаниясымен серіктесіп, құбырларды тексеру бойынша жөндеу цехын іске қостық. Бұл бастамаларды жүзеге асыру өңіріміздің тұрғындарына қысқа уақыт ішінде 30 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. КПО Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған көптеген ірі жобаларды іске асырып келеді. Бұл мақсатта әр жыл сайын 20 миллион ақш доллары көлемінде қаражат бөлінеді. 2014-2016 жылдар аралығында осындай жобаларды Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында жүзеге асыру үшін жылына қосымша 10 миллион ақш доллары бөлінді. 1998 жылдан өнімді бөлісу туралы келісімге сәйкес орындалып келе жатқан әлеуметтік инфрақұрылымдық даму мақсатына бағытталған жобаларға бөлінген жалпы қаражат мөлшері 300 миллион ақш долларынан астам көрсеткішті құрады. Қарашығанақтың ақша салымдары Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік қайта құру әрекеттеріне жағымды әсер етті. Жобалардың тізімі мен олардың басымдықтары Батыс Қазақстан облысының әкімімен белгіленеді. Осы бағдарлама аясында жобалардың барлығы тек қазақстандық мердігерлерді ғана қатыстыру арқылы жүзеге асады. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің және өкілетті органның тұрақты бақылауы, сонымен қатар облыс жетекшілігімен тығыз әрекеттестік арқасында өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайы және жобалардың жүзеге асу деңгейі айтарлықтай жақсарды.
КПО-мен жұмыс істеп келе жатқанымызға бірнеше жыл болды. Қазіргі кезде компаниямыз КПО-ның әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалары шеңберінде жүзеге асырылып жатқан 2 жобаға қатысты. Еуразия даңғылы бойында орналасқан мұзайдын қайта құру және Оралдың жастар мен оқушылар сарайын жаңадан құру. Аталмыш жастар мен оқушылар сарайында синтетикалық жасанды мұзайдыны, белсенді спорт түрлерімен жаттығу секциялары, бассейн, кеме және авиамодельдеу, дизайн, мүсін өнері үйірмелері, сондай-ақ планетарий, фотостудия, электронды тир және ғаламтор орталығы орналасатын болады. Осы заманауи сарайымыз облыс және қаламыздың өсіп келе жатқан жасөспірімдерінің сүйікті жеріне айналатынына үмітіміз зор. Бұдан бірнеше жыл бұрын Мәскеу қаласында өткен 21-ші дүниежүзілік мұнай конгресі аясында өзара тиімді ынтымақтастықтың дамуына қосқан үлесі үшін КПО компаниясы Қазэнерджи қауымдастығы тарапынан медальмен марапатталды. КПО компаниясы тұрақты даму қағидаларын ұстанады. Әлеуметтік жауапты серіктестікті қолдай отырып, КПО компаниясы Қазақстан Республикасының өркендеуі мен Қарашығанақ жобасы бойынша серіктерінің игілігі мақсатында жаңа өндірістік белестерді бағындыруға бар күшін салуды жалғастырады.